Қайырлы күн, достар. Бүгін жасымықтан суп-пюре дайындайтын боламыз. Әуелі май құйылып қызып тұрған қазанға пиязды салып қуырамыз. Содан соң сарымсақ пен пекин капустасының жапырағын саламыз. Араластырып отырып қуырып аламыз. Содан кейін болгар бұрышын, ас көкті қосамыз, араластырамыз. Картоп пен сәбізді салып қуырамыз. Тұз, бұрыш себеміз. Үстінен алдын ала жуылған жасымықты қосамыз. Жарты литрдей су құямыз. Қақпағын жауып қайнатып аламыз. Қайнаған соң блендерді алып, толық езілгенше ұсақтаймыз. Үстінен 200 граммдай сливки құямыз. Дайын тағамды қатырылған нанмен ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, ерекше дәмді суп-пюре дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.